Сәлем достар, бүгін үй жағдайында жасалатын самсаның жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Бірінші мен осындай бір қасық тұзды салып алдым. Бір пиаладай осындай жылы суымды құйып араластырып, 3 пиаладай ұнымды салып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламын. Қамырымыздың июі қанып үйлену қажет, өйткені жайылғанда жақсы жайылу үшін. Енді осындай салмасын дайындап алатын боламыз. Салмасына мен осындай ысқабақты майдалап турап алдым. Үстінен бір пиязымды турап алдым. Енді етімізді турап алатын боламыз. Мен етті осындай сом еттен пайдаландым. Негізі самсаға осындай сом ет күшті дәм береді. Етімізді осылай турап болдық. Енді осындай майды майдалап ұсақ бөлшектерге бөліп турап алатын боламыз. Майымызды турап болдық. Көргендеріңіздей, енді оларды біртіндеп араластыратын боламыз. Менде осындай бір үлкен тарелкамен шықты. Енді оған қара бұрыш бір қасық себетін боламын. Үстіне бір шай қасықпен тұз. Менде май осындай қолдың тоқ майы. Сіздер маргарин қолдансаңыздар да болады. Енді қамырға өтеміз. Менің қамырым июі қанып демалып тұрған қамыр. Сондықтан оны осылай қолдың көмегімен шеттерін баса отыра осылай жұқартып жайып алатын боламын. Жайғанда дұрыстап жайыңыздар. Екі шетін ғана басасыздар. Басқанда да сағат тілімен айналдыра отыра жайып отырасыздар осылай. Екі шеті қалың болып қалмау үшін. Менде осылай жұп-жұқа қамыр жайылып шықты. Енді осындай майымызды кішкенеден құя отыра, қолымыздың көмегімен бір тегіс қылып жағып шығатын боламыз. Осылай майды жағып шыққан қамырымызды осылай домалақтата отыра орап шығатын боламыз. Бізде осылай оралып шыққан қамырымызды 2 сағатқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Менде осылай 2 сағат өтті. Енді алып осылай кішкене бөлшектерге бөліп жайып алатын боламын. Жайғанда шеттерін сағат тілімен айналдыра отыра, шетін ғана жайып аламыз. Ортасына тиіспейміз. Менде осылай осындай самсалар шықты. Менің каналым ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, комментария қалдырып кетіңіздер. Бізге ас болсын.